Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Аружанмен бірге қолдан пельмен түйіңіздер. Ең бірінші қамырын дайындап аламыз. 3 жұмыртқаға тұз, жарты бокал су және ұн қосып, орташа қаттылықта қамыр илейміз. Мен 10 адамға пельмен жасап жатырмын, яғни бізде көп адамға жасап жатырмын. Егер де сіздерде одан аз адам болса, 1 немесе 2 жұмыртқаға жасасаңыздар болады. Бұл рецептпен өте көп пельмендер шығады. Осылай ұнды салып, бірінші қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қолмен біріктіріп, илеген кезде өзі білінеді. Басында жұмсақ болып, одан кейін ұн қоса берген кезде өзі қаттылау болады. Сол қаттылықта жақсылап қамырды 10 минуттай илеп аламыз. Неге астындағы бірікпей жатқан ұндарды алып, ішіне қосып жіберіп, кәдімгідей кішкене қаттылау болады, бірақ қатты болып кетпеуі керек. Осылай 10 минуттай қамырды илеп алдым. Сосын оны 2 бөлікке бөліп, ыдыстың астына және үстіне ұн сеуіп, бетін жауып, 1 сағатқа тындырып қоямын. Жалпы бұл жерде қамыр жұмсақ болып кетпеу керек, илеу кезінде, өйткені піскен кезде қатты езіліп кетуі мүмкін. Орташа қаттылықта болғаны жақсы. Одан қатты болып кетсе, қамырды жаған кезде түйу барысында қиындау болып кетеді. Осылай пияздарымыз, мен 6 штук пияз алдым, соны майдалауға жібердім. Сіздер кубиктап та турасаңыздар болады. Жаңағы қамырдың біреуін осылай жайып, тура 5 бармақ сияқты осылай кесу барысы тура 5 бармаққа ұқсайды, бірақ жіңішке етіп кесеміз. Менде біріншісі кішкене жіңішкелеу, кішкентай болып кетті. Негізі осы екінші қатардағыдай болғаны дұрыс. Және қамырлар 4 бұрышты болу керек. Соған аса қатты мән беріңіздер. Яғни сопақ емес, 4 бұрышты болу керек. Барлық жері бірдей 4 бұрышты болғанда түйу өте жақсы болады. Фарш жаңағы майдаланған пияз, тұз және қара бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Енді түйуін көрсетейін. Қамырымызды алып, орташа, яғни көп те емес, аз да емес, сондай салмасын салып, шетінен және астынан осылай жабыстырып, 2 жағын түйеміз. Негізі өте оңай, қол үйренгеннен кейін. Мінекей тағы бір көрсетейін. Қамырды алып, ортасына кіші қасықпен фаршымызды саламыз. Осылай астын және шетін бүгіп, 2 шеті тұр ғой, соны бір-біріне осылай жабыстырып бүгіп жібересіздер. Мінекей өте дәмді болып шығады. Негізі қолдан жасалған пельмен, міндетті түрде жасап көріңіздер. Суды қайнатып, оған тұз қостым және сицебили қосып жібердім. Оны қоспасаңыздар да болады. Пельмендердің барлығын салып, қатты отта қайнағанша күтеміз. Араластырған кезде астынан кішкене араластырамыз. Қатты араластырсаңыздар да езіліп кетуі мүмкін. Сонымен бетін жауып, мінекей осылай қайнайды. Қайнағаннан соң бір 5-6 минуттай қайнатып, бір пельменнің дәмін көріп, үстінен кішкене мұздай су құйып жіберіп, сүзіп аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде қолдан жасап көріңіздер. Неге мен сүзіп алып жатырмын? Жалпы менде бұл рецепт бойынша 2 үлкен леген және 1 кіші леген пельмен шықты.
өте көп болып шықты. Ас болсын.